Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде мини пиццалар болады. Бірінші сүтімізді құйып, қантымызды саламыз, және де 2 қасық майонезімізді саламыз. Бір жұмыртқамызды жарып, тұзымызды салып, ертілген сары майымызды құямыз, жақсылап араластырамыз. Енді 1 қасық дрожжімізді салып, араластырамыз. Енді ұнымызды сала отыра, жақсылап қамырымызды иілейтін боламыз. Қамырымыз қатты жұмсақ та емес, қатты да болып қалмауы қажет, орташа болуы керек. Жақсылап иілейміз осылай. Содан соң бетін жауып, жылы жерге жауып 1 сағаттай уақытқа қойып қоямыз. Енді томатымызды алып, оған базилик саламыз. Осындай сушеный базиликтер болады, немесе свежий. Тұзымызды салып, жақсылап араластырып қоя тұрамыз. Одан соң колбасамызды саламыз, және де турап аламыз жақсылап колбасамызды. Өздеріңіздің қалауларыңызша начинка істесеңіздер болады негізі. Және де 1 помидор. Турап аламыз барлығын жақсылап тұрып. Одан кейін біздің қамырымыз уже көтерілді. 1-1,5 сағаттай уақыт тұрды. Енді қолымызды кішкене майға батырып алып, осылай домалатып аламыз қазір. Міне, домалатып қолымызбен, одан кейін жалпақтаймыз қамырды. Осылай барлығын дайындап, формамызға салып, жалпақтап аламыз барлығын. Өте дәмді болып шығады, жасап көруге совет беремін. Балдарыңыз болса, балдарыңызға ұнайды. Одан кейін қамырларымыздың үстін басып, формаға келтіріп, тағы да осылай жасап шығамыз. Енді томатымызды барлығына жеткізіп, жағып шығамыз. Міне жағып болдым. Енді барлығын колбасаларымызды салып шығамыз. Одан соң үстіне помидорларымызды салып, 180 градуста 15-20 минут пісіреміз. Міне пісті. Енді үстіне сырымызды саламыз, және де духовкаға қайтадан 1 салып аламыз. Менде духовка өшірулі тұр. 1 салып сырымыз ерігенше алсақ болды. Міне қайтадан салып алдым. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Видеоны көрген болсаңыз, тіркелуді ұмытпаңыз.